Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін әдебиеттік оқу пәнінен қоршаған ортаны қорғау ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау орындайтын боламыз. Сөйлеу әрекетінің түрлері оқылым, жазылым. Бірінші тапсырма. Өлеңді түсініп оқы, тапсырмаларды орында. Отырды қарсы алдымда қара торғай, абыржып әлденеге көңілі толмай. Торығып неге байғұс отыр дедім, жадырап ән салуға зауқы болмай. Қасына байқайын деп бардым жақын, әндетпей неге отыр деп әнші ақын. Түршігіп торғай менен секем алды, сезімтал білесің ғой торғай затын. Ұшуға әлде қайда ұмтылады, құндыздай қара жүні құлпырады. Көзінен қорғасындай мұңды көріп, аяныш жан тәнімді шымшылады. Ұясын бұзды ма деп бұзық бала, болғаны қапелімде көңілім нала. Тілі жоқ айтар еді-ау сол торғайдың, тыйыңдар бұзықты деп ата-ана. Балалар, өлең арқылы автордың не айтқысы келеді деп ойлайсыңдар? Не? Белгімен белгілейміз. А. Әлемде әнші құстар көп. В. Құстар сөйлей алмайды. С. Құстар өте сезімтал келеді. Д. Құстарға қамқор болу керек. Ал балалар, өлең арқылы автордың не айтқысы келгені, ол құстарға қамқор болу керек дейді. Келесі. Ойыңды өлеңнен деректер келтіре отырып, дәлелдеп жаз. Яғни, қамқор болу үшін біз не істеуіміз қажет? Міне, осы өзіміздің ойымызды, пікірімізді өлеңнен мына деректер келтіре отырып, дәлелдеп жазамыз. Және өлеңге ат қоямыз. Әрине бұл өлең қара торғай болғандықтан, қара торғай, құсқа қамқор болу, тағы қандай аттар бар, міне қысқаша аттардан қоятын боламыз. Келесі екінші тапсырма, өлеңнің үшінші шумағынан теңеу сөздерді тауып, байланысқан сөзімен бірге теріп жаз. Яғни балалар өлеңнің үшінші шумағы 1, 2, 3, ондағы құндыздай қара жүні құлпырады, көзінен қорғасындай мұңды көріп деген сөздерді тауып, міне біз осы байланысқан сөзімен бірге теріп жазамыз балалар, екі қатарға. Келесі үшінші тапсырма, өлеңнің мазмұнына жаңа оқиғалар немесе кейіпкерлер қосып, оқиғаны аяқтап жазамыз. Яғни 7-8 сөйлем жазуымыз қажет. Әрине, берілген оқиға мен жүйелі байланыстырып, шағын мәтін құрап жазамыз. Ойымызды әсерлі еркін жеткіземіз. Орфографиялық және функциялық қателер жібермейміз. Жазу барысында грамматикалық нормаларды сақтауымыз қажет болады. Балалар, міне бүгінгі біздің қоршаған ортаны қорғау ортақ тақырыбына арналған жиынтық бағалауымыз аяқталады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.